Армысыз, қалай қалдарыңыз? Мен бүгін әкім мырзаны бірге керек деген себебім, өйткені осының алдында көктемде кездескенбіз. Иә. Сол кезде енді бір әңгімелер болды арамызда, дұрыс деп әңгіме деп айтам да. Бірақ мен түсірген жоқпын ол кезде. Өйткені анау баланың әкесі Мамырбай мырза қарсы болды. Бірақ қазір енді сол мәселе қалай шешіліп жатыр, не болып жатыр, қандай өзгеріс бар, соны біліп, әкім мырза өзі айтсын сізге дегенде, анау әкім сөйтіп айтты, анау Гүлназ бүйтіп айтты деп, мен анау екілердің араңызда сөйтіп сөз тасығандай болмайын. Нақты осында бір қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр осы кісілер мәселесі бойынша. Өткенде ауылдың белсенді азаматтарымен жиналыс өткіздік өзім. Көмек көрсетейік, не көрсетейік. Қашан? Бұл кісі өткенде Асқар деген азамат не ашты? Иә, сбор ашқан. Сбор. Иә. Сол сбор ашылған соң ауылдың группаластарын салдық. Одан кейін қосымша мен ана кісілерді шақырып алдым. Наурыз айында демек. Өткен наурыз айында келдім. Иә, Сіз наурызда келдіңіз ғой? Иә, наурызда келдім, иә. Одан кейін соң ауылдың белсенді азаматтарымен жиналыс өткіздік. Көмектесейік деп бәрі бір ауыздан қолдады. Сол жұмыстар жүргізіліп жатыр енді алдағы уақытта. Қандай жұмыстар жүргізіліп жатыр? Өздерінің ішінде ауылдың жігіт ағасы Қуаныш деген азамат бар. Мұхтаров Қуаныш деген. Сол кісілерге табыстадық жұмысты. Ол кісілер ауылдың белсенді азаматтары, кәсіпкерлер бар, шаруа қожалықтар бар. Сол кісілерден өзінің демеушілігімен қаражат жинастырып, алдағы уақытта қандай ақша жиналып, соған байланысты жұмыстар жүргізіледі.